Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Але. Короче, достар, бүгінгі видеода мен сендерге осы сейфтің ішінде не бар екенін тауып көруге тырысатын боламын. Енді мына видеода айтылған нәрселердің бәрі тек қана болжамдар. Точно осы зат болады, точно именно осы деп мен айтпаймын. Тек қана бұның бәрі жай ғана болжамдар. Достар, осы мен ВК группалардан оқығанда бәрінен байқап жүрдім. Осы сундуктың ішінде немесе осы сейфтің ішінде не бар деп барлығы сұрап отырды. Кәдімгідей миллиард адам сұрап отырды кәдімгідей. Көрдім, оқыдым барлығын. Примерно осы болады ау дегендерді айтатын боламын. Тағы да ескертемін, бұл видеода көрсетілген нәрселердің бәрі тек қана болжамдар. Сондықтан да Але сенің айтқан келмеді ғой деп айтпай ақ қойыңыздар. Ендеше көп созбай видеоға кеттік. Негізінде бұл пропустың ішінде не болуы мүмкін? Мен ютубтағы бүкіл ютуберлерді қарадым, дәл өзім сияқты Free Fire новостиларын түсіретін және де Free Fire'ның официальный ВК группасын және де Инстаграмның қараған болатын, соның бәрін ішін ақтарған болатынмын. Примерно осы заттарға байланысты бір нәрсе шығарып қаларды. Менің тек қана байқағаным, ішінде оның пропуск болуы мүмкін, өйткені ютуберлердің өзі де сөйтіп пропуск болып қалуы мүмкін деп болжап отыр. Алдыңғы видеомда мен халявалар шығарған болатын, Free Fire'ның туған күніне орай бізге беруі мүмкін нәрселерді. Мен сол кезде айтқан болатын, мынау дәл бір пропусктың заттары сияқты деп, дәл точно пропусктың заттары сияқты деп. Дәл солай пропуск сол сейфтің ішінде пропуск болып қалуы мүмкін. Мен оны неден байқадым деп ойлап тұрсыздар ма? Өйткені мен ВК группаны қопарып жатырып, астында сөз оқып қалған болатын, ссылкада 25 деген сан тұр. Ал мына пропуск бізде 25-ші пропуск болуы мүмкін. Примерно сондай 20-ның үстінде болып қалуы мүмкін. Мен 25-ші пропуск деп ойлап отырмын, точно санаған жоқпын. Сондықтан да осы бізге халява беріп қалу мүмкін деп отырмын. Бірақ та да бұның бізге халява беру проценті 100-2%. 100-2% достар, ойланыш, өте аз. Сондықтан да сеніп қалып жүрмеңіздер. Просто мен солай болғанын қалайтын едім. Өйткені Free Fire туған күніне бізге жесткий подарок сыйлауы керек. Сосын астында хэштегпен план Бермуды деп тұр. Содан кейін уже мен түсіндім, мынаның ішінде Бермуд 2.0-ге байланысты заттар болатынын. Бірақ та да енді ол жағы сөзсіз ақ болатын белгілі. Өйткені жаңа Бермудқа қатысты және де Free Fire'ның туған күніне қатысты көптеген халявалар беруге тырысып жатыр. Мен пропуск болса екен деп сөйтіп сенемін. Бірақ та да мен айтқанға сеніп қалып жүрмеңіздер. Мен тек қана видео басында айтқандай тек қана болжамдар айтамын. Сондықтан да осы болжамдар келіп қалса вообще күшті болады. Негізінде өз ойым, мынаның ішінде какой-то наборлар, сет и тоже басқа киетін маска анау-мынау болатын шығар деп ойлап тұрмын, өз ойым. Ал на самом деле күшті нәрсе болса керім болар еді негізінде. Ал достар, Free Fire кеше ғана күшті прокачанный магазин деген шығарған болатын, яғни тайный магазин, бұрынғы тек қана атын өзгерткен. Мынаның аты затына сай дәл прокачанный магазин, просто топ ауф, реально. Free Fire One Love қа так Гарена просто на ерде топский нәрсе істеді. Өйткені мына заттардың бәрі просто топ. Өйткені ішіндегі заттардың бәрін почти халява алып кете аласың. 95%-ке көбейтті. Сонда біз пропусты тек қана 19 алмазға аламыз достар. Ойнаш, пропусты 19 алмазға. Free Fire на тайный магазинге просто вообще жесткий обновление істеп тастады. Сондықтан да достар, қараңыздар менің тайный магазиннен не алғанымды және де қанша процент түскенін. Вот неке достар, мен өзімнің бағым сынап айналдырдым, қанша процент түскен. 80 вроде нормально, 80 нормально. Ішіндегі заттар арзанға түседі деген ойда. Мына жерде 3 затқа бөліп тастаған, сонда біз 3 рет айналдырамыз. Ішіндегі заттар қазір маған вроде жестко арзанға түсуі керек. Вот неке тайный магазиннің 80%. Ең бірінші мен инкубатор алам, өйткені инкубаторда қазір жесткий мощный дровашқа сезон келіп жатыр. Сондықтан да инкубаторды алам. Енді мен мына жерде кристаллым бітіп қалмасын деп қорқып нені алып атым, М6 алып атым, айтпесе Скаркупидан алатын едім. Кристаллым бітіп қалар деп қорқып, осы М6 алам. Екіншісі ашылды. Мына эмоция просто екінші рет айналдырамыз. Екіншісі қанша процент түседі екен? Өзіме жаман қызық болып кетті. 6% қосып бізде сонда 86%-ке көбейді. Мына жерде сақал бар, сақал. Е-мое, 400 алмаздың тұратын заты 56 алмазға ғана тұр. Мына эмоцияны енді мен обязательно алам, өйткені мен эмоцияны өте қатты жақсы көремін. Қазір алмаймын. Сақалды бірінші алайын. Вот сақалды алдық. Енді үшінші не ашылды? Үшінші главный наборына тигрдің наборы ашылды. Просто топ. Давай үшінші рет айналдырайық. Нешесі деген? Давай жестко түсші бір. 10 ба? 5, сонда 91. Еба, почти 95-ке сәл қалып тұр. Набор клубный тигр алып аламыз. Ойланбастан ғой, просто
топский набор, ну вообще жесткий, ё-моё. И на жерде мотоциклге және де ана квадроциклге жесткий нелер бар екен, скиндер. И осы шими дейтін жаңадан шыққан кереметтей эмоцияны біз міндетті түрде алып аламыз. Алар енді просто топский етіп саған реально 3 минут айналдырамыз деп күтпедім, но мен өзім күтпегендей нәрселер болды мына жерде. Ну инкубатор барлығы өте арзанға шығып тұр. Главный набор, просто топский главный набор, сөзім жоқ. Ну, если честно, набор вообще просто топский. Қараңыз достар, кәдімгідей жолбарыстың нәрсесі. Енді мен жаңа 3 M-Alpsқа алған немді ашайын, лутбоксымды. Бұның ішіне енді оживленный M-Alps, ну, түссе жақсы болар еді, бірақ та өз басым түспейді деп ойлаптым. X78 3 күнге нормально, екіншісінде не түседі екен, X78 3 күнге, и ең соңғысы бізде UMP 24 күнге. И бізде осындай бір кереметтей видео шықты, сондықтан да достар, ана тіркеп лайктарыңызды басамыз. Маған мына тани магазин вообще жосқы ұнады. Сіздерге қанша процент түсті, үшеуінен де комментарий міндетті жазып қойды. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.